Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге Исай постдокторлық ғалымы Ерболат Хасанов. Бүгін мен сіздерге ансамбльдік оқытудың 3 әдісін үйретемін: бэггинг, бустинг және стекинг. Біріншіден, ансамбльдік оқыту дегеніміз не деген сұраққа жауап берейік. Ансамбльдік оқыту бұл бірнеше модельдерді бір мәселені шешу үшін біріктірілген машиналық оқыту әдісі. Атауынан көрініп тұрғандай, ансамбльдік оқыту әр жеке модельдің әлсіз жақтарын өтеу үшін бірнеше базалық модельдерді біріктіріп күшейтеді. Базалық модельдер әдетте әлсіз оқушылар деп те аталады. Ансамбльдік оқытудың негізгі қағидасы бұл бірнеше әлсіз оқушыларды біріктіріп, бір күшті оқушыны қалыптастыру. Күшті оқушы кез келген жеке әлсіз оқушымен салыстырғанда әлдеқайда жақсырақ болады. Әлсіз оқушыларды неліктен әлсіз деп атайды? Өйткені ансамбльдік оқыту теориясында әлсіз оқушы деп жалғыз қолданған кезде өнімділігі нашар модельдерді айтаймыз. Өйткені олар жоғарғы ауытқуға немесе жоғарғы дисперсияға ие. Ауытқу дисперсия дилеммасын еске түсіріңіз. Бұл жерде жеткіліксіз оқытылған модельдер жоғарғы ауытқуға және төмен дисперсияға ие болады. Ал артық оқытылған модельдер төмен ауытқуға және жоғарғы дисперсияға ие болады. Ансамбльдік оқыту әдістерін әлсіз оқушылардың таңдауына қарай екі түрге бөлуге болады: біртекті және гетерогенді. Біртекті ансамбль моделінде бірдей базалық модель қолданылады. Мысалы, барлық оқушылар шешім ағашы алгоритмінен тұрады. Ал гетерогенді ансамбль моделінде әртүрлі базалық модельдер қолданылады. Мысалы, әлсіз оқушылар шешім ағашы, тірек векторлар әдістері және кей жақын көршілер алгоритмдерінен тұрады. Әлсіз оқушыларды біріктіру әдісі таңдалған әлсіз оқушыларға байланысты болады. Мысалы, егер дисперсиясы жоғары, ауытқу төмен базалық модельдер таңдалса, онда біріктіру әдісі дисперсияны азайтуға бағытталуы тиіс. Ал егер де дисперсиясы төмен және ауытқу жоғары базалық модельдер таңдалса, онда біріктіру әдісі ауытқуды азайтуға бағытталуы тиіс. Ал енді әлсіз оқушыларды қалай біріктіруге болады деген сұраққа жауап берейік. Ансамбльдік оқытуда 3 танымал біріктіру әдісі бар. Олар бэггинг, бустинг және стекинг. Осы біріктіру әдістері қалай жұмыс істейтінін көрейік. Бэггинг. Бұл әдіс дисперсия төмен ансамбль моделін құруға бағытталған. Ол алдымен жоғары дисперсияға ие бірнеше біртекті әлсіз оқушыларды оқытады. Содан кейін оларды орташалау процедураларын қолданып біріктіреді. Бір маңызды мәселе, әлсіз оқушыларды оқыту үшін сонша деректерді қалай алуға болады? Өйткені іс жүзінде деректер әрдайым жеткіліксіз болады. Бұның шешімі бутстрапинг деген әдісті қолдану. Бэггингті түсіну үшін алдымен бутстрапинг әдісі қалай жұмыс істейтінін түсіну керек. Машиналық оқытуда бутстрапинг деп қайта іріктеу техникасын қолданып, бастапқы деректер жиынтығынан жаңа деректер жиынтығын құру әдісін атайды. Мысалы, бізге 5 үлгіден тұратын пациенттердің МРТ жазбаларының жиынтығы берілген деп есептейік. Бұл деректегі осы айнымалылар науқастың ісік ауруы бар жоғын болжау үшін қолданылады. Шынайы проблемаларда бастапқы деректер жиынтығы үлкен болу керек екенін ескеріңіз. Сонымен, жаңа деректер жиынтығын құру үшін біз бастапқы деректер жиынтығынан үлгілерді кездейсоқ таңдаймыз. Үлгілер бір-бірінен тәуелсіз таңдалады. Мысалы ретінде, құрайын деп жатырған жаңа деректер жиынтығымыздың мөлшері бастапқы деректер жиынтығымен бірдей болуын қалаймыз деп ойлайық. Яғни 5 үлгіден тұратын жаңа деректер. Біз бірдей үлгіні бірнеше рет таңдай алатындығымызды ескеріңіз. Яғни ауыстыру арқылы іріктеу. Мысалы, мынау біздің бірінші кездейсоқ таңдалған үлгі болсын. Одан кейін біз бастапқы деректерінен екінші кездейсоқ үлгіні таңдаймыз. Үшінші үлгі, төртінші үлгі. Осы жерде біздің төртінші үлгіміз бірінші үлгімен бірдей екенін ескеріңіз. Және де бесінші кездейсоқ үлгі. Көрсетілген бутстрапинг процесін әрбір әлсіз оқушы үшін жеке деректер жиынтығын құрғанша дейін қайталаймыз. Мысалы, бізде 3 әлсіз оқушы бар болса,
онда біз 3 жаңа деректер жиынтығын құру керекпіз. Құрылған деректер жиынтығын әлсіз оқушыларды оқыту үшін қолданамыз. Онымен қатар, бэггинг әдісінде әлсіз оқушыларды қатармен оқытуға болатынын ескеріңіз. Соңында оқытылған әлсіз оқушыларды орташаландыру процесі арқылы біріктіреміз. Оқытылған модельдерді бірнеше әдіспен орташаландыруға болады. Мысалы, регрессия проблемасы үшін ансамбль моделінің нәтижесін жеке модельдердің нәтижелерін осы формуланы қолданып орташалауға болады. Ал классификация проблемасы үшін әр жеке модельдің болжамын дауыс ретінде қарастыруға болады. Және көпшіліктің дауысы ансамбль моделінің соңғы болжам нәтижесі ретінде қарастырылады. Біз сондай-ақ барлық модельдердің есептеген болжам ықтималдарын қолдана аламыз. Бұл ықтималдықтардың орташа мәнін есептеп, ең жоғарғы орташа мәнді ансамбль моделінің соңғы болжам нәтижесі ретінде қарастырамыз. Қорытындылай келе, бэггинг алгоритмін келесідей сипаттауға болады. Бірінші қадам бұл bootstrapping әдісі арқылы бастапқы деректер жиынтығынан бірнеше жаңа деректер жиынтығын құру. Екінші қадам бұл жаңа деректер жиынтығын қолданып әлсіз модельдерді оқыту. Және соңғы қадам әлсіз оқушылардың болжамдарын орташаландыру. Белгілі бэггинг әдістерінің бірі бұл кездейсоқ орман алгоритмі. Бұл алгоритмде жоғарғы дисперсияға ие бірнеше терең шешімдер ағаштар модельдері оқытылып, төмен дисперсияға ие ансамбль моделіне біріктіріледі. Бұл алгоритмінің бэггингтен басты ерекшелігі бұл жаңа деректер жиынтығын құрған кезде үлгілерді кездейсоқ таңдап қана қоймай, айнымалыларды да кездейсоқ таңдаймыз. Біз осы дәрісте кездейсоқ орман алгоритмін қарастырмаймыз. Келесі танымал ансамбльдік оқыту әдісі бұл бустинг. Бустинг әдістері бэггинг сияқты бір текті әлсіз оқушыларды біріктіріп, бір күшті оқушыны даярлауға тырысады. Алайда, бэггинг дисперсияны азайтуға бағытталса, бустинг ауытқуды азайтуға бағытталған. Демек, бустингте қарастырылатын базалық модельдер төмен дисперсияға және жоғары ауытқуға ие модельдер. Мысалы, егер біз шешімдер ағаштарды базалық модель ретінде қолданғымыз келсе, онда біздер таяз ағаштарды қолдануымыз керек. Бэггингте әлсіз оқушылар бір-бірінен тәуелсіз оқытылады. Ал бустингте әлсіз оқушыларды дәйекті түрде оқытамыз. Демек, берілген қадамда модельді оқыту алдыңғы сатыларда оқытылған модельдердің нәтижелеріне байланысты болады. Бустингтің тағы бір маңызды ерекшелігі бұл кезектегі модель алдыңғы модельдер нашар болжамдаған үлгілерге үлкен мән бере отырып оқыту. Демек, әрбір жаңа модель өз күшін ең қиын үлгілерге бағыттайды. Бустинг алгоритмі қалай жұмыс істейтінін мысал арқылы қарастырайық. Алдымен бастапқы деректер жиынтығы бірінші әлсіз оқушыны оқыту үшін қолданылады. Сосын қазіргі ансамбль моделінің нәтижелерін қолданып, деректер жиынтығын жаңартамыз. Бұл жаңа деректер жиынтығында қиын үлгілер саны көбірек болу керек. Мысалы, бірінші әлсіз оқушы дұрыс болжай алмаған үлгілер санын көбейтеміз. Жаңартылған деректер жиынтығы екінші әлсіз оқушыны оқыту үшін қолданылады. Демек, екінші әлсіз оқушы бірінші әлсіз оқушы жаман болжаған үлгілерін жақсартуға тырысады. Келесі жаңартылған деректер жиынтығын құру үшін қазіргі ансамбльдің нәтижелерін қолданамыз. Ансамбльдік модельдегі әлсіз оқушыларды қалай біріктіру керектігін кейінірек қарастырамыз. Жаңа деректер жиынтығы үшінші әлсіз оқушыны оқыту үшін қолданылады. Бұл процесс кейбір критерийлер орындалған дейін қайталанады. Мысалы, әлсіз оқушылардың жалпы саны. Осы мысалда жалпы әлсіз оқушылар санын 3 деп есептейік. Бустингте модельдерді біріктірудің бірнеше әдісі бар. Олардың арасында ең танымал әдіс бұл әлсіз оқушылардың салмақталған қосындысы. Бұл жерде CI салмақ коэффициенті әлсіз оқушының болжау өнімділігі негізінде есептеледі. Белгілі бустинг алгоритмдері бұл AdaBoost, Gradient Boosting және XGBoost. Бұл алгоритмдердің жалпы процедурасы біз алдыңғы слайдтарда түсіндіргендей.
Осы дәрісте біз оларды қарастырмаймыз. Енді стекинг біріктіру әдісін түсінейік. Бэггинг пен бустинг әдістерінен өзгеше, стекинг гетерогенді әлсіз оқушыларды жиі қарастырады. Сонымен қатар, стекинг әлсіз оқушыларды метамодельді оқыту арқылы біріктіреді, ал бэггинг пен бустинг өздеріңіз көргендей орташаландыру процесін қолданады. Стекинг ансамбль моделін құру үшін біз алдымен екі нәрсені анықтауымыз керек. Бірінші, әлсіз оқушылардың базалық модельдері, екінші, әлсіз оқушыларды біріктіретін метамодель. Стекинг әдісін мысал арқылы түсінуге тырысайық. Мысалы, классификация проблемасы үшін келесі әлсіз оқушыларды таңдайық. Шешімдер ағашы, кей жақын көршілер және тірек векторлар әдістері. Метамодель ретінде нейрондық желілерді қарастыра аламыз. Метамодель үш әлсіз оқушының болжамдарын біріктіріп, соңғы болжамды есептеуге үйренеді. Әрі қарай біз келесі қадамдарды орындауымыз керек. Алдымен бастапқы деректер жиынтығын екі бөлікке бөлеміз. Бірінші бөліктегі үлгілер әлсіз оқушыларды оқыту үшін қолданылады. Содан кейін оқытылған әлсіз оқушылар екінші бөліктегі үлгілерді болжау үшін қолданамыз. Сосын екінші бөліктің болжамдары метамодельді оқыту үшін қолданылады. Метамодельді оқыту үшін бірінші бөліктегі болжамдарды пайдалануға болмайтынын ескеріңіз. Сонымен қатар, стекинг әдісінде екі бөліктің орнына бастапқы деректер жиынтығын кей бөлікке бөле аламыз. Бұл жағдайда бүкіл үлгілер әлсіз оқушыларды және метамодельді оқыту үшін қолданылады. Бұл әдіс кей бөлікті кросс оқыту деп аталады. Бұл оқытуда кей-1 бөлік әлсіз оқушыларды оқыту үшін, ал қалған бөлік метамодельді оқыту үшін қолданылады. Қорытындылай келе, ансамбльдік оқыту дегеніміз бұл бірнеше модельдерді бір проблеманы шешу үшін біріктіріп оқытылған машиналық оқыту әдісі. Осы дәрісте біз үш танымал ансамбльдік оқыту әдістерін қарастырдық. Олар бэггинг, бустинг және стекинг. Бұл әдістердің басты мақсаты әлсіз оқушыларды біріктіріп, бір күшті оқушыны даярлау. Сондай-ақ, басқа біріктіру әдістерін де қолдануға болатынын ескеріңіз.